Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін біз сіздермен Jamboard тақтасында жұмыс істеу туралы қарастыратын боламыз. Біразымызға бұл тақта көптен бері белгілі шығар, десе де бәлкім арамызда бұл тақтаны қолданбай жүрген адамдар бар шығар. Сондықтан да осы тақтада жұмыс жасауды көрсетуді жөн көрдім. Жалпы ең бірінші іздеу жолағына Jamboard деп жазсақ, бізде осындай тақта шығады. Мен бұл тақтаға тіркеліп қойғандықтан бірден менің өзімнің жеке кабинетім ашылып тұр. Мынау менің оқушыларымның жасаған жұмыстары. Бұл жерде өте көп әртүрлі тапсырмаларды орындай беруге болады. Мысалы, мына жерде сөздікпен жұмыс жасаған оқушылар. Сондай-ақ барлық сыныппен бірге отырып, белгілі бір мәселе төңірегінде пікір қалдырған. Мінекей идеялар өте көп. Жақсы, бұны неден бастаймыз? Мына жақта оң жақ төменгі бөлікте мынандай қосу белгісі болады. Сол қосу белгісін басатын болсақ, бізде жаңа тақта шығады, тап-таза тақта. Бұл тақтада жоғары жағында Jane файл без названия дейді. Бұны басатын болсақ, біз өзіміздің файлымызға атау бере аламыз. Мен мына жерге үлгі деп жаза салайын. Үлгі сабақ екендігі көрінеді. Одан кейін сол жақ бөлікте бізде қалам бар, өшіргіш бар, мынандай стрелка бар, стикер бар, сурет қоюға болады, шеңбер түрінде, және де текст қоюға болады, және де лазерная указка деген өзінің қосымшалары бар. Енді ең бірінші бізге тақтаға тапсырма әзірлеу үшін текст деген жерге барамыз. Және де осы текстқа біз бүгінгі сабақтың тақырыбы деп жазып қоя аламыз. Сабақтың тақырыбы. Мына жерге дәл осының үстіне басатын болсақ, бізде осындай 6 нүкте шығады. Оны бүйтіп тартатын болсақ, бізде жаңағы бір жолға түседі. Енді оқушыларға тапсырма бересіздер. Тапсырма берген кезде ол суретті тапсырма болуы мүмкін, немесе мына жерге мәтінді, мына текстті қолдану арқылы мына жерге мәтіндеріңізді енгізіп қоя аласыздар, немесе картинканы басу арқылы интернеттен белгілі бір тақырыпқа қатысты суретті алып келіп қоя аласыздар. Ол өзіңіздің сыныбыңызға кез келген пәнге жарай береді. Математика болсын, химия болсын, тарих пәні болсын, қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі, барлық пәнге жарай береді. Сондықтан тақырыбыңызға байланысты суретті тауып алып келіп қойсаңыз болғаны. Сонымен суретіміз бізде қандай сурет деп алсақ, жарайды, көксерек әңгімесі болсын, волк деп жазамыз. Міне әртүрлі қасқырдың суреттері бар. Мысалы, мынау суретті алып келіп вставканы басамыз. Бізде мынандай шықты. Сурет шықты. Енді оқушыларға тапсырма бересіз. Стикерға жазасыздар. Мысалы, тапсырма. Содан кейін, мысалы, бірінші тапсырма мынадай, екінші тапсырма мынадай, үшінші тапсырма мынадай деп, өзіңіз белгілі бір тапсырмаларды қоюыңыз мүмкін. Оқушылар осы тапсырманы орындайды. Оқушылардан тапсырмаңыз ерекшеленіп тұру үшін қызыл түспен стикерімізді бояп қоюға болады. Мінекей сіздің сабақтың тақырыбы, содан кейін тапсырманы мына жақ шетке бекітіп қойдыңыз. Енді оқушыларыңыз жауаптарын осы жерге әр оқушы стикер таңдау арқылы жаза алады. Сондықтан одан кейін оқушыларыңыздың кім жазды, кім жазған жоқ, соны біліп отыру үшін оқушыларыңызға есімдеріңізді жазып қойыңыздар деп сұраңыздар. Сонда сіз кімнің жауап бергенін, кімнің жауап бермегенін біліп отырасыз, және де әр оқушыны сабаққа белсенді қатыстыра аласыздар. Мына жерде оқушы 1, оқушы 2 деген жерге әр оқушы өзінің есімін жазып барып, жауаптарын жазса, онда өте жақсы болады. Бірінші тапсырмаңыз, мысалы, қасқырдың ерекше қасиеттерін біліңіздер, олар қандай деген сияқты, оларға сын
қасқырдың қасиетін анықтатуға байланысты тапсырма болатын болса, екінші тапсырмаңыз сізде топтық тапсырма болуы мүмкін, жұптық тапсырма болуы мүмкін, немесе тағы да бір кесте толтыру керек болуы мүмкін, иә. Мысалы, сіз тағы да ғаламтордан кесте, мысалы, Вен диаграммасын, ит пен қасқырды салыстыру мақсатында осындай Вен диаграммасын алып келуіңіз мүмкін. Мына Вен диаграмманы алайыншы. Екінші тапсырмада оқушы мына жерге Вен диаграммасын толтыруы мүмкін. Мысал ретінде. Содан кейін бұл кіріспе сабағы аяқталған негізгі бөлім. Сіз келесі дәл осы жасалған тақтада екінші бетті ашу арқылы сіз екінші тапсырмаңызға лайықталған тапсырманы бере аласыз. Одан кейін сыныптарды топқа бөліп тастап, мысалы 6 топқа немесе 8 жұпқа бөліп тастап, өткендегі флиппити нетте көрсеттім ғой, соның көмегімен жұптарға бөліп тастап, одан кейін әр жұпқа осындай парақшалар көрдіңіздер ме? 4-ші, 5-ші, 10-ші парақшаға дейін шексіз ашыла береді. Сондықтан әр жұпқа өзінің парақшасын беріп, сол парақшада жұмыс жасауға тапсырмасын беріп қойсаңыз алдын ала, онда оқушылар сабағыңызда белсенді түрде әрі жұпта жұмыс жасай алатын болады. Енді оны оқушыларға тарату үшін настройка доступаны көріп тұрмыз. Бұл қазір маған ғана доступна болып тұр. Енді оқушыларға доступна болу үшін скопировать ссылку деген жерге барамыз. Содан кейін разрешить доступ всем, у кого есть ссылка деген бар, иә. Және де осыны көшіріп алуымыз керек. Бірақ көшірмес бұрын мұқият болыңыздар. Мына жерде читатель деген бар. Егер де читатель дегенді ғана басатын болсаңыз, оқушыларыңыз тақтаны тек қана оқи алады, оған редакция жасай алмайды. Сондықтан сіздер міндетті түрде мына жерде читатель, оның астына редактор дегенді басуды ұмытпаңыздар. Өзім бірнеше рет осы тақтадан редактор дегенді баспай, сабағымда қаншама рет уақытымды жоғалтып алған болатынмын. Сондықтан да бірден редакторды басып, готованы басасыздар, және де сілтемені копировать етіп оқушыларыңызға жібересіздер. Бітті. Оқушыларыңыз сізбен бірге ілесіп отырып тапсырманы орындайды, және де әр оқушының белсенділігін көре аласыздар, және де түрлі тапсырмаларды тек қана бұл жерде жазу емес, жаңағындай әртүрлі креативті тапсырмаларды әзірлеуге болады. Мына оқушыларға тіпті өзіңізде бір ақпараттық мәліметті алып келетін болсаңыз, соны көрсетіп отырып, мына астын сызып отырып, сіз оны оқушыларға түсінікті етіп жеткіздіре аласыздар, иә. Мына қасқыр, балалар көрдіңіздер ме? Қасқырдың ерекшелігі қандай деген сияқты, оның указкасы бар. Өзіңіз қажетіне қарай қолданатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет.